Анаңызға жасай алмаған жақсылықтар бар ма? Анаңызға жасай алмаған жақсылықтар бар ма дейді. Егер перзенті анама мен көп жақсылық жасадым десе, ол астамшылық болады деп ойлаймын. Ешқандай жақсылық жасай алмаған сияқтымын өз басым. Ананың ақ сүтінің бір тамшысын ақтаудың өзі өмір бойы соңында. Қанша еңбек етсең де өте алмай кетуі мүмкін. Айтады ғой, Меккеге қанша мәрте арқалап алып барсаң да анаңның ақ сүтін өтей алмайсың деп. Мен оның 1/3 бөлігінде жасамаған шығарым деп ойлаймын. Қазір анасы бар адамдар осы аналарын құрметтеп атқан кезде ішің ашып тұрады. Шіркін-ай, анам тірі болса ғой депші. Анамыз біз үшін өмір сүрді, бірақ біз ол үшін өмір сүрмеппіз да. Көкейде жүрген армандар көп еді, бірақ Алла тағаланың қалауымен оны орындау мүмкіндігі болған жоқ. Кейде балалықпен оны қойыңызшы деген сәттер болғаннан кейін. Болмаса өз дегеніңмен кететін сәттер болғанда, шіркін сол кезде неге олай айттым, сол кезде мына айтқанын былай істесем болар ма еді деген ой кейін кезде көп мазалайды. 7 жастан бастап мен интернатта өстім. Одан кейін Арман Қобыз Алматы қаласына келіп оқуға түстім. Одан кейін жылына 1 барсам 1, 2 барсам 2, мүмкіндігінше өзім жаныма алдыртып тұрғаным болмаса күнтің жанында бола алмадым ғой. Менің ең үлкен өкінішім сол. Алланың қасиетті Қағбатолланы тауап етіп, қажылыққа барып келді. Жақсы қуаныштарға бөленді. Мерейтойларын атап өтті. Бірақ дегенменен де перзенті анасы үшін қылған жақсылығын бір санамалап айтып, мен көп жақсылық қылдым деп айта алмас. Анаңызды сағындыңыз ба? Қатты, өте қатты.